don't know where to find you. I don't know how to reach you. Димаш Құдайбергенов Айме Синга байқауының 6-шы кезеңінде Лара Фабианның Адажио әнін орындап, тағы да жеңіске жетті. Ал әйгілі әнші Лара Фабиан Фейсбуктегі өзінің жеке ресми парақшасында Димаш Құдайбергенді қытайлық Айме Синга телешоуының 6-шы кезеңіндегі жеңісімен құттықтады. Адажио әні құрлықты шарлауда. Қытайлық Айме Синга телешоуында тамаша өнер көрсеткен Димаш Құдайбергенді құттықтаймын деп жазды Франция әншісі. Димаш Құдайбергеннің ресми өкілі Алпамыс Шәрімов өз қамқорлығындағы әншіге деген осындай ізгі тілекке қатты қуанып, Инстаграм желісінде батырды батыр ғана мойындайды. Рахмет. Лара Фабиан Димашты өзінің Фейсбуктегі ресми парақшасында құттықтады. Сөзім жоқ деп жазды. Айта кетейік, Димаш Құдайберген аталмыш жобаның 6-шы кезеңінде 1-ші орын алды. Димаш 23 ақпан күні Мен әншімін ән байқауының 7-ші кезеңінде Дайдидау әнін шырқап 3-ші орыннан көрінді. Димаш бұл кезеңде Қазақ ұлттық өнер университетінің халық аспаптар ансамблімен бірге ән айтты. Ол сахнаға қазақы нақыштағы ұлттық киімді киіп шыққан. Бұл кезең эфирге 4-ші наурыз күні шығады. Айта кетейік, Қытайда өтіп жатқан Айме Синга байқауы бас аяғы 14 кезеңнен тұрады. Оның 7 кезеңі артта қалды.